Бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев үкіметтік емес ұйымдар мен іскерлік орта өкілдерімен кездесті. Онда қазіргі жағдайдағы Қазақстан дамуының негізгі міндеттерін шешуге азаматтық қоғам институттарының қатысу мәселесі талқыланды. Сондай-ақ Нұр Отан партиясы жанынан үкіметтік емес ұйымдар мен өзара іс-қимыл жөнінде кеңес құрылды. Одан бөлек партия мен дін істері және азаматтық қоғам министрлігі арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі жол картасы бекітілді. Айта кету керек, жуырда Нұр Отан партиясы әлеуметтік жобаларға қолдау білдіру мақсатында үздік әлеуметтік жобалар байқауын жариялаған болатын. Сол арқылы партия үкіметтік емес ұйымдарды еліміздегі қоғамдық саяси өмірге көптеп тартуды көздейді. Халыққа үнемі қол үшін созып, түрлі әлеуметтік жобалар табысты жүзеге асырып келе жатқан қоғамдық ұйымдар мен институттарға қолдау көрсету партиямыздың басым бағыттарының бірі. Сондықтан партия бірлесіп жұмыс істеуге қашанда дайын. Күшіміз бен әлеуетімізді біріктіру арқылы біз еліміздегі өзекті мәселелердің оңтайлы шешілуіне жол ашамыз.